Саламатсыздар ма? Бүгін осы кроссовканы тоқимыз. Алдыңғылардан сәл кішкентайлау. Биіктігі де мүмкін узоры басқаша. Аяққа өте ыңғайлы. Мен 38-ші размер алдым. Ақтабан және осындай ашық түс сарыдан алдым. Енді тағы бізге жіп, екі жіп, қайшы, сосын мынандай бау байлайтын зажигалка, крючок керек. Сабағымыз бастаймыз. Біз үш жерден дәл ортасы үш жерде сызық тұрады. Содан біреу, екі, үші, төртінші ұяшыққа кіргізіп, үш жерден осынша қалдырып, біреу іліп аламыз. Төртіншіге біреу, екінші ұяшыққа екеу, үшінші ұяшыққа біреу, екеу, үшеу. Мынау артындағы жібімізді осының арасына тоқып кетеміз. Біреу болды, екеу, мынада үшеу болды. Енді келесі үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесіміз екеу. Біреу, екеу. Осылай. Екеу, үшеу, екеу. Одан кейін үшеу қылып айналдырып, үш жерге алып келеміз. Мінекей мына жаққа айналдырып әкелдік. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3 қылып. Мына ең соңғыдағы екеу, үшеу болды. Мына ең соңғына біреу тоқығанымызды үшеу тоқимыз. Екеу тоқса арасы сәл алыс болып қалады. Екеу, үшеу. Және келесі ұяшыққа кіргізіп, осылай күрчіктағы жіптен өткіземіз. Енді мынандай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осылай үшеу өрілген жерге екеу, осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осылай тоқып, осы жерге жиналып келеміз. Мына соңына келдік, айналып. Бәрін жаймен тоқыдық. Енді үш жерден бастаған жеріміз. Үш жерден іліп, келесімізге ораммен келесіге үшеуінен біреу шығарамыз. Ораммен астыңғы жақтан әрнеге кіргізіп, сөйтіп ораммен тоқып шығамыз. Орам кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, күрчікте үшеу болады. Үшеуден өткіземіз. Орам келесіге үшеу болды. Үшеуінен бір жіп шығарамыз. Орам жібімізді шығарып, үшеуінен біреу шығарамыз. Ораммен келесіге үшеуден біреу шығарамыз. Осылай болып шығады. Айналдырып, осы жерге жиналып келеміз. Мына соңына келдік. Жаңа тоқыған үстіне қайтадан тоқыдық. Енді осы жерден жібімізді іліп, күрчіктегі жіпке шығарып, енді келесі қатарымызды тоқимыз. Келесі қатарымыз ұяшыққа, келесі ұяшыққа жаймен тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-біреуден осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Жаңа біріншісін осылай жаймен тоқыдық, үстіне ораммен тоқыдық. Мына қатарды қазір жаймен тоқып, осы жерге жиналып келеміз. Мына біз жаймен тоқыған қатарымыз соңына келдік.
Енді осы жерден мынау бастағанымыздан іліп алып, осы жерден ораммен алып, мынау осы тұрған емес, келесіге кіргізіп, мынау 3 жіптен біреу шығарамыз. Мынау жаймен тоқыған қатарымыз тағы тоқимыз. Ораммен келесіге үшеуінен біреу шығарамыз. Ораммен келесіге үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен келесі ұяшыққа үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен келесіге үшеу болды, үшеуден біреу шығарамыз. Бұл біздің екінші қатарымыз. Астын тоқып жатырық. Ораммен келесіге үшеуден біреу шығарамыз. Осылай болады. Бірінші, екінші қатарымыз. Айналдырып әкеп осы жерге шейін тоқимыз. Мына бізде екінші қатарымызды тоқыдық, екінші жаймен тоқыдық, үстінен қайтадан тоқыдық. Мына біздің екінші қатарымыз. Ораммен үшеуінен біреу шығарамыз. Ораммен үшеуінен біреу шығарамыз. Осы бастаған жерімізге жұмысшымызды алып шығып, осылай аяқтаймыз. Жібімізді үзбей, осылай жалғастырып кетеміз. Аяқтадық, енді алдын тоқитын боламыз. Мен ортасын белгілеп қойдым. Ортасын белгілеген кейін ортаға біреу қалдырып, біреу, екеу, ортаға тағы біреу қалды, үшеу. Үшіншісінен бастаймыз. Біреу көтеріп, ораммен осы жерде біреу қалдырамыз да, осы жерден үшеуден біреу шығарамыз. Тағы ораммен келесі ортаға біреу қалдырамыз. Астынан үшеуінен біреу шығарамыз. Енді біреу қалдырып, ортасынан мына келесіге алып тастап, үшеуінен біреу шығарамыз. Бұл дәл ортасы. Енді ораммен ортаға біреу қалдырып, келесіге үшеуден біреу шығарамыз. Және тағы ортаға біреу қалдырып, келесінен үшеуден біреу шығарамыз. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5. Енді ортаға біреу қалдырып, келесіне күршектағы жіптен іліп шығарамыз. Енді ішкі жағын тоқимыз. Ішкі жағы бізде асты 5 болу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу тоқыдық. Енді осы жерде артқы жағынан екеу іліп аламыз. Мынау біреу, мынау екіншіміз. Екеуін ілеміз. Енді алды жағын тоқимыз. Ораммен 6 тоқимыз. Жаңа біріншісінде 5 болды. Мен біреу, екеу, ораммен, үшеу, ораммен, төртеу, ораммен, бесеу, ораммен, 6. Біріншісі бізде 5 болды, мына жерде 6 болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Әр асты жағына біреу қосылады, үсті жағына біреуден қосылады. Енді бұл жерде мынау ұяшығымыз бос емес. Мынау ұяшыққа іліп аламыз. Келесі тағы біреуін іліп аламыз. Енді ішкі жағын тоқимыз. Асты бізде 7 болу керек. Біреу, екеу,
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, мынамен жетеу. Сосын үш жерде шетінен екеуі іліп аламыз. Бізде мына жерде бесеу болды. 1, 2, 3, 4, 5 келесі қатарымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Астымыз 7, үстіміз 8, астымыз 9, үстіміз 10. Сөйтіп әр астында біреу, үстінде біреу қосып отырамыз. Не жерде астында біреу қосамыз, үстінде біреу қосамыз. Бұл тағы біреуін көрсетейін. Мына бұрыштан бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мына ең соңғысы 15. Астымыз 15 болды. Екі шетінен қосамыз. Біреу, екеу. Енді асты 15 болды, үсті 16 болу керек. Біреуден қосылады. Ораммен біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, ораммен алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ораммен 16. Бізде асты 15 болды, үсті 16 болды. Енді екі шетінен іліп, енді асты жағы 17 болады. Бұлай 18, 19 сөйтіп кете бересіздер. Біз мына жерде тілін шығарайын деп жатырық. Бұл жерде мынандайдан 14 қатар болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қатар болғанда, осы жағынан аяқталғанда, үш жерден бастап тілін шығарамыз. Біреу көтеріп, мынау астында 32-ден аяқталған. Бұл әр ұяшыққа бір-бірден кіргіземіз. Асты жағымыз 33 болу керек. Бұлай төбесіне жүргеніміз 32 болды. Әр қатардан біреу қосқанда 32 үсті, мынау 33 асты. Бұл тілін шығарып жатыр. Мына жаққа шейін алып келеміз. Соңына жеттік. Бізде 32 болды. Мынау ең соңғысымен 33 болады.
33 болды. Осыны көтереміз. Енді ар жағынан ілмейміз. Енді тілін шығарамыз. Біреу көтердік. Енді бұл жерде ораммен мына астына емес, мына ораммен келесінің асты жағына. Әр айналғанда келесінің асты жағынан аламыз. Екі шетінен де дәл осылай тоқып кетеміз. Ораммен біреу алып, үшеуден біреу шығарамыз. Ораммен үшеуден біреу шығарамыз. Осылай осы бетке шейін алып келеміз. Бетіне келдік. Енді үш жерден осы бұрыштан біз тілін шығарып жатырық. Бұрыштан біреу іліп аламыз. Үш жерден біреу көтереміз. Және тағы мынау біреу осы өзін несіне тоқитын едік қой, келесіге. Сонда әр қатардан біреуден қысқарып отырады. Осы жаққа келгенде осылай, ал жаңа арғы бетке келгенде көрсеткем қалай болады. Дәл солай қылып көтере берсеңіздер, біреуден қысқарып кете береді. Мына тіліміздің соңына келдік. Осы жерден қысқартамыз. Осы жерден бітіреміз. Енді біз мен бір жерде 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 26 қатардың мына жағынан біттім. Енді осы жерден осы шетінен жібімізді алып, шығарып, мынаны бос қойып, астындағы жіпті бірге қосып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, осылай бұрышқа шейін алып келеміз. Елімізді аяқтайын деп жатырық. Ең соңғысын осы екеуінің ортасындағы жіпке іліп, жіпті шығарып, күрчіктегі жіптен өткізіп, осы жерден бекітеміз. Жіпті үзбейміз. Ары қарай кейін жалғастырамыз. Осылай біз алдын тоқыдық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.